Бисара Мәкенова. Осы бір есім көкшелік көрермендердің көңіл түкпіріне орныққалы қашан. Әнші Бисара десе, қоңыр домбыраға қосылып шырқап салған ән сұлуы бейне бір сарыарқаның самалында есіп, 80 көлдей толқып, бейші қайыңдардай тербеле ырғалып сала береді. Арынды арқаның әні бірде зәу биікке, ақ сұңқар құстай қайқаң етіп көтеріліп, иірімді ырғақпен қайта сорғалап, тоғыз перне екі шектің бойында байыз тауып жатар еді. Дәстүрлі әнші Бисара Мәкенованың кіндік қаны тамған жер, Шырайлы шығыстағы атақты Қалбатауы, Тарбағатай өңірі. Бұл өлке ежелден ән мен жырдың мекені болған, қайталанбас таланттар дүниеге келген мәшһүр аймақ. Жас Бисараның қанатын қатайтқан өнер мектебі Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосыновтан алған дәрісі болды. Сонау 1980 жылы Әміре Қашаубаев атындағы республикалық ән байқауының тұңғыш лауреаты атануы әншінің үлкен бір жетістігі болды. Әншінің орындауындағы әндер алтын қорға жазылып алынған. Құйқылжыта салған Исаның желдірмесі де Бисара Мәкенованың орындауында өзгеше бір нақыш табатынын көзі қарақты көрермен жақсы біледі. Бисара шырқаған ақансерінің майда қоңыры да майда есіп, мамыражай өткен шақтың суретін еріксіз елестетеді. Бір жаман қолын салып тұруынан орнай. Дүниеде қыздан сорлау жандар бекен. Мәдидің үш қара әніндегі тайғанақ тағдырға тап болып, талайынан айрылған дала оғланының опасыз жалған айтқан ащы зары мен өлмес рухы Бисара Мәкенованың орындауында тіптен асқақтап кететіні сөзсіз. 1979 жылдан бермен қарай сұлу көкше жерінде сұлу сәзді ән шырқап, қазақтың дәстүрлі ән өнерінің туын жықпай келе жатқан өнер майталманы Бисара Мәкеноваға 1998 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі атағы берілді. Ол әлемнің көптеген елдерінде қазақ әндерін асқақтатып, бар шығармашылық ғұмырын көкшемен байланыстырып келе жатқан ардагер әнші деп білеміз. Қайырлы кеш, көкшелік көрермен. Армысыздар, ән сүйер ақ жүректі арыдағайын. Табатындай өнерден жаным бақыт, арқаның әнін салсам арындатып. Әуелеттім көкшеде әсем әнді, көлден ұшқан қаздай бір мамырлатып. Өмірімді өнер ғой көркем еткен, айдынында әнімді желкен еткем, төбесіне көтерген көкшем менің айналайын елімнен еркелеткен. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Әміре Қашаубаев атындағы республикалық ән байқауының тұңғыш лауреаты, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, жезтаңдай әнші Бисара Мәкенованың «Айналайын көкшеден еркелеткен» атты шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Бүгінгі кешіміздің шымылдығын Үкілібрай атындағы Ақмола облыстық филармониясының Кенжебек Күміспеков атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі ашады. Түркештің күйі көңіл ашар. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Жанат Рашид.
Кенжебек Күмісбеков атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі дирижері Жанат Рашид. Атың шыққан салыңмен, серіңмен де, өлең күйсіз өрнегім өрілген бе? Көңіл толқып көзіңді ала алмассың, сұлу көкше мұнартып көрінгенде. Шотоман Уәлихановтың сөзіне жазылған Ескендір Қасымғалиевтің әні «Көгілдір көкше». Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, бүгінгі мерейлі кештің егесі, күміс көмей, жез таңдай әнші қыздарыңыз Бисара Макенова. Жетпесе аспанға тірек болған, айдынында көлінен күн шомылған, көк қарағай аққайың куә болып, шежіреге аңызға бойы тұнған, бұлты сүйген көгілдір көкшеменің биігіне шіркін ай жетсем деймін. Сүйрік тербеп сыр толғап ойландырып, сендей әсем таза боп өтсем деймін. Ақ бөкендер жарысып сағым буған, алтын бидай шықпенен бетін жуған, құнары мол киелі қазақ елі, елардағы азамат ерлер туған, көкті сүйген көгілдір көкшеменің биігіне шіркін ай жетсем деймін. Түйік тұрға сыр толғап ойландырып, сендей әсем таза боп өтсем деймін. Аққуменен бір жансат ән қосқан жер, құлагердің шабысын көрген бұл ел, сәйгүлігін жараққан бүгіндағы, құдіретіңе ризамын о туған жер. Бұлты сүйген көгілдір көкшеменің биігіне шіркін ай жетсем деймін. Жүрек тербеп сыр толғап ойландырып, сендей әсем таза боп өтсем деймін. Бұлты сүйген көгілдір көкшеменің биігіне шіркін ай жетсем деймін. Жүрек тербеп сыр толғап ойландырып, сендей әсем сада боп өтсем деймін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы Бисара Макенова. Халық әні Бұраңбел.
айналайын көзіңнің қарасынан ай, ат жазамын қасыңның арасынан ай, дүрия бешпен түсінен шешіп берген ай, айналайын қолыңның саласынан ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Тауға біткен мен бір түп шынар едім ай, өнеріммен қалқыма ұнап едім ай. Бүгін міне дәм айдап кезің келдің ай, сырласуға өзіңмен құмар едім ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Айналайын көзіңнің қарасынан ай, хат жазамын қасыңның арасынан ай, дүрия әлмеш үстінен шешіп берген ай, айналайын қолыңның санасынан ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Ой бұраң белай, ой бұраң белай, өзіңе өзің сенсең кел жаным ай. Келесі тыңдайтын әндеріңіз халық әні әніме салайынша майда қоңыр. Базардан алып келген ақау темір қақпан, қақпан мені түлканадай ебі таққан ай. Бұрынғы ата бабам ақау ескілеген, әніне салып жүрмін сылдыр қаққан ай. Қызыл гүл заманым ай, әніме майда қоңыр салайын ай. Басынан қара таудың ақау көш келеді, осы еді ата бабам ескі өлең ай. Кейінгі артта қалған ақау ұрпақтары айтқанды осы өлеңді қош көреді ай. Қызыл гүл заманым ай, әніме майда қоңыр салайын ай. Қызыл гүл заманым ай, әніме майда қоңыр салайын ай. Қошеметтеріңіз Көкшетау қаласының құрметті азаматы, бүгінгі мерейлі кештің егесі Бисара Макенова. Әбілахат Еспаевтың әні Маржан қыз. Асқақтата салғаным жайлау әні, баққан малым жайлаудың болған сәні маржан ай. Қай жерімнен мін таптың қалқат аяу, менің жазған хатыма жауап әні маржан ай. Қайды жаздың кешінде, кездескен күн есімде, еске сақтай қалқат аяу, айта берем ау несіне.
шам жанғандай маржана. Айлы жаздың кешінде кездескен күн есімде, еске сақтай қалғанда аяу айта берем ау несіне. Айлы жаздың кешінде кездескен күн есімде, еске сақтай қалғанда аяу айта берем ау несіне. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда сон іледі деген сөз бар. Бисара апамыздың ұлы Арман да өнерлі жігіт. Оркестрдің белді мүшесі, әйгілі домбырашы. Олай болса, сахна төрінде бүгінгі мерейлі кештің егесі Бисара Мәкенованың ұлы Арман Мәкен. Құрманғазының күйі Төремұрат. Арман Мәкен. Күй қазақтың жаны рухы. Онда өмірдің философиясы бар. Олай болса, келесі тыңдайтындарыңыз Орынбай Дүйсеновтың күйі Құлагер.
Қошеметтеріңізді аймаңыздар. Арман Мәкен, Кенжебек Күмісбеков атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі, дирижері Жанат Рашид. Арман ұлдарыңызға да кеністіға қаластарыңызды аймаңыздар. Талабына нұр жаусын дейміз. Ертең биік асуларды бағындырар үлкен азамат болсын. Көкшетау жер сұлуы жер төлесі, қазақтың маңдайдағы мәртебесі. Сал бір жан ақан сері, өкілі бұрай, шоқанда туып өскен өлке осы деп. Ақындарымыз жыр жолдарына қосқандайын, бүгін міне көкшенің төрінде ән кеші, өнер кеші баршаңызға құтты болсын. Бисара Мәкенова апайымыз дәстүрлі әнші ғана емес, тәлімгер, ұстаз. Педагог Макенованың дәрісін тыңдап, дәстүрлі әнді үйреніп жүрген шәкірттері аз емес. Солардың бір тобын ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Олай болса, сахнада Көкше сазы триосы. Қошеметтеріңіз. Кәрім Ілиясовтың әні Көкшетау Сарыарқаның раушан гүлі. Көтерген әнін туын Көкшетауым, желпілген сырым бетпен айыртауым. Бурабай зеренді мен иман таудай, таппадым жер сұлуын қойдым ани. Сафауа салқын самал жібек желдер, көрсе ғой жанатты жер белеспелі. Болған соң бәрі дағы көкөгілшін, көкшеде батын қойған туған елі. Көкшетау бір жанымның аққу үні, Көкшетау шоқанымның бала күні. Көкшетау ақаны бұрай әнге қосқан, Көкшетау Сарыарқаның раушан гүлі. Көкшетау ақаны бұрай әнге қосқан, Көкшетау Сарыарқаның раушан гүлі. Көкше сазы триосы. Ана жүрегі. Орындайтын Өкілі Бұрай атындағы Ақмола облыстық филармониясының Гәкку би ансамблі. Жетекшісі мәдениет саласының үздігі Гүлмира Ордабаева.
халықаралық байқау фестивальдердің лауреаттары Гәкку би ансамблі. Бисара Макенова дәстүрлі ән өнерінің майталманы. Сонау 80-ші жылдары қасиетті қара домбырасын өбектеп, осы өлкеге дәстүрлі әнді қайтадан әкелген әнші. Бисара Макенова Әміре Қашаубаев атындағы республикалық дәстүрлі ән байқауының тұңғыш лауреаты. Дауысы алтын қорда жазылып алынған санаулы әншілердің бірі. Үкілі Брайдың әні «Ер көкше» сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы Бисара Макенова. Жарқын жүзі бені таусылуы, тербеліп жатыр толықып қаныңнығы. Ер көкше, ерке көкше күлімдейді, желбіреп күмбезінде, ашыркені күннің нұрын ай. Арқаның асыл туғаны ардагері, кім сүйіп, кім жырламас көкше сені. Суңбал шөбің шейгіні қойның ұрыс, жаһанда баған қымбат, ашыркін сен бір серлік ай. Құрметті өнерсүйер қауым, құрметті ағайындар, туыстар, жолдастар, менің көрермендерім, бүгінгі менің кешіме арналған кешке қош келіпсіздер. Әрине, осы жерде 45 жыл қызмет етіп, өзімнің саналы ғұмырымды осы өздеріңіз алдарыңызда өтті. Өзі бұлай ойлап қарасам, өзің елімде бір 3 жыл қызмет еткен екенмін. Әрине олар солай айтады, Көкшетаудан бір әнші кепті деп, оны кейде танымай да жатады мені. Сондықтан мен сіздердікімін. Менің өнерімнің туған жері, туған елі осы жер енді. Сіздер көтердіңіздер, көккөрлеттіңіздер, шарықтаттыңыздар, тәрбиеледіңіздер. Сіздің халқыңыздың ниетіне, сіздің халқыңыздың жүрегіне үлкен көп рахмет, басым деймін сіздерге. Әрине, бүгінгі кеште өздеріңіз көріп отырсыздар, айналайын Көкшеден еркелеткен деген осы бағдарлама, осы программа әдейі тек қана көкшетаулықтарға, сіздерге арналған, тек қана сіздерге алғыс. Менің сізге деген ниетім, ізгі ниетім, тілегім, сіздердің бәр айтайын деген ойым осы
бағдарламаға бағытталған. Сондықтан сіздер үшін осы бүгінгі концерт. Осы концертте қанша концерттерде өлең айтып жүремін. Соның ішіндегі тұғыры биік, бойтұмар болып кеткен, өздеріңізде қай жерде тойда болсын, концертте болсын, қай жерде кездесуде болсын, осы әнді айтқызбай жібермейсіздер. Ол сіздердің де әбден жүректеріңізден орын алған Мәдидің әні Үшқара. Арғата мәулей еткен Ерғазы бек болат, оның ұлы болыпты бек. Тіленші одан кейін абзал шері Қарадан, хан боп өткен бәр асыл тек. Сұрасаң одан кейін Алшынбайды кемеңгер, ақыл ойы терең сайлы. Атағы асқар таудай бабаларым көрдің бей, осы бүгін біздің жайлы гикай гигагай, гигигигикай гикай гикай гигай. Қақабай бәпие дау бір туысқан аянбай, өлгенше кек қуысқан. Ақмақтық надандықты таста дейтін болмадау, жан ашитын бір туысқан. Құдайым жылқы бередау, айдасын деп көгірай, көк шалғынды жайласын деп. Үйімде шәйімді ішіп отырыр едім 5 солдат, кіріп келдау қайдасың деп гикай гигагай, гигигигикай гикай гикай гигай. Абақты қатар болады екен ішінде, жаман жақсы толады екен. Ішіне сол шіркіннің көріп барсаң көңілің, су сепкендей болады екен. Сүйендім абақтының шарбағына сыйындым, атам Қазыбек әруағына. Бір кезде қаршығадай қалықтап ем бұл күнде, мен аңшының қармағында гикай гигагай, гигигигикай гикай гикай гигай. Қарағай басын кессе түбі қалар екеудің, бірі өлсе бірі қалар. Жалғыздың өзі өлсе кімі қалар, мінген ат, киген киім жауда қалар. Үшқара басың биік, асалмадым жай қалды, жапырағың басалмадым. Есіме қайран елім сен түскенде күл құлылып, көздің жасын басалмадым гикай гигагай, гигигигикоу гикай гикай гигигигай. Бисара. Кластасın Aslan'ın, klastas. Ne çantaya okumuşum. Sen de. Менің кластасым адасып жаңа кепті. Өзі екі-ақ штук кепті, бәрі таба алмай. Рахмет келгендеріңізге.
Ал енді жаңа айтып өттім ғой. Осы бағдарламам көкшеге арналған деп биыл енді Біржан Салдың 180 жылдығы. Сондықтан Біржанның әнінен жонып алдым, тыңдаңыздар. Алғандай сұлу жонып өрім талдай, жасымнан сүйіп айтқан ән болған соң, жаңылмай әлі күнге есте қалды. Ахахау лилилилай, көңілдің күйін шерткен көркем сәнді болғандағы бойға қуат жанға азса, балқыты беретіндей тербе бір жанды. Ахау лилилилай, ахау лилилилай, ахахахо, хай лилилилай, лилилай, лилилай. Рахмет, рахмет. Рахмет, жылы лептеріңізге, жылы ниеттеріңізге көп рахмет. Бүгін расында да қандай күн суық болса дағы, біз мына дәстүрлі ән, домбыра дегенді ішкен асымызды жерге қоятын қазақпыз ғой. Құдайға шүкір бар екен, бәрін тастап жерден, ауылдан, Астана, сонау Абай елі, Семейден, оның жан жағы Барадулиқа, Ақсуат, Абай, Аягөз деген алыс жерден келіп атқан адамдар бар. Сондықтан бұл әннің құдіреттілігі сондықтан. Мынау жаңағы Қызылтудан келді деп естідім, шын болса, Сәрсенбай алып кетті деп естідім. Рахмет, көптен көп келгендеріңізде, сондықтан сіздер келгенде, сіздердің көңіліңізді, жүректеріңізді жылтып, әсем әнмен бүгін кеште әдемі бір сондай жақсы жылы жүрекпенен, ізгі тілектерменен сіздер біздер болып қуанып отырайық. Бүгін тек қана менің тойым емес, сіздердің де тойыңыз, бірге тойлайық. Құтты болсын тойларыңыз. Жаңа мен айтып өттім ғой енді. Қанша әлгі айтады ғой, қыз жат жұрттық деп, осы жаққа кеткеннен кейін елге де көп араласпай, көп бара бермей, солай жүрген жағдаймен, енді жұмыс жағдайменен. Сонда мынау кейінгі кезде осы бір ән ойыма оралып, сондай жүрегіме жылы келді. Бұл әбден жаңағы әбден халыққа не болып кеткен, хит ән болып кеткен дейді ғой қазір қазақша. Қазақша деппін ғой, қазіргі тілмен айтқан кезде. Сол әнді қазір мен мына ауылдан келген бауырларым отыр. Сіздер де менің бауырларымсыздар. Мүмкін қосылып айтарсыздар. Айтайық осы әнді. Ауылға барам.
тағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім мелдеп ел жүрер. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсақты, күйбің тірліктің дүрбең шулар шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бармасам елге болмайды, тынысымды ашам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерім азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Шәмші Қалдаяқовтың әні «Тамды аруы». Қамалындай тамдының тамылжыған ән шаруы, лебізің таңның уыз. Самалындай, самалындай еркем-ай, ебелектей жел аңсаған, көбелектей гүл аңсаған, келем саған. Сен ойлап құлазыған құлағымда заулайды үреміңнің, ей құланындай, құланындай. Бұрымың Мыңғылақта туған ару, сол жердің мың бірінші, бұлағындай, бұлағындай еркем-ай. Ебелектей жел аңсаған, көбелектей гүл аңсаған, келем саған. Әлленген
ен қашан оралармын мың бірінші болақтай тарқатылған ей бұрымыңа еркебай ебелектей жел аңсаған көбелектей гүл аңсаған келем саған ебелектей жел аңсаған көбелектей гүл аңсаған келем саған тұра тұрайын ба? Болат ағам келе жатыр ғой. Сол енді өздеріңіз білесіздер. Кезінде осы мына 10 ратта керемет біздің жаңағы сіздерге енді кемсітейін деп тұрған жоқпын. Қазірде маңдай қасқайып ағаларымыз отыр. Кезінде Еркін Нұржанұлы, Мақтай Рамазанұлы деген үлкен ағаларымыз осы жерде Көкен Шәкеев, осы жерде маңдайдары кере қарыс осылай қолдарын соғып құрметтеп отырушы еді. Осылай ортамызда жоқ. Дегенмен де артында қалған халқы бар, елі бар, жұрты бар, естеріне алатын біздер сияқты әншілер бар, артынан әнін шырқап жүретін. Сол кісілерге ылғи да арнап, осы өлеңді отырған жерде жаңағындай Үшқара секілді осы өлеңді көбірек айтқызушы еді. Сол ән Әсет Бейсеуовтың әні ағаларым. Ағаларымыз қарнаймыз, барлықтарыңыз ағаларымыз аман болыңыздар. Шалқып ұшқан шағаладай алдымнан көкем-ай деп шығатұғын сендерді сағындым ғой ағаларым қазымас қара нарым кең байтағдан аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Өзіңе сыйынамын жандай жақсы, сөзіңе сыйынамын балдай тәтті. Ерлердің ағасы бар, жағасы бар. Алдыңда ағаң болған қандай жақсы. Қазымас қара нарым, кең байтағдан аларым. Күнімде берекелетер, аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Аңқылдағы айналайын ағаларым, сағынсам іздеп барар паналарым. Әніңе ізіңдегі қарап жүрі деп қалдырған өздеріңді бабаларым.
аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Күнімде беркелетер, аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Менің туған бауырым Мәкен Жанат. Мынау Сушаш деген моделер. Рахмет. Рахмет, бауырларымызға қол соғып қойыңызшы, сол жақтан келіп жатыр ғой. Үйдегі қара шаңырақтың иесі қазіргі. Рахмет. Анда-санда әңгіме айтып, кішкене сырласып та қояйық, әйтпесе концертімізді шаршап қалып жүрмеңіздер. Әңгіме айтқанда, әңгіме айтып отырып, ән айтқан жақсы, жұғысы, жұғымды болады, жүрекке жақын болады. Сондықтан сіздерге де енді бүгін сырымды, бүкіл махаббатымды, бүкіл өнерімді салып жатырмын. Бүгінгі кешке риза боласыздар ғой деп ойлаймын. Келестіңді айтқан деңіз. Гүл-гүл жайна. Мынау түкірмеппіз ғой. Кешіріңіздер. Кейде мен неге түкірмедім деп жылжып кететіні бар. Әміре Қашаубай құсап, әлгі насыбайын лақтырып жібергенде француздар әлгі содан не қорғапты дейді ғой, диссертация. Біздің бірігі даланың, кең даланың жазылмаған заңдары бар дейді. Бұл да біздің жазылмаған заңдарымыз. Біздіңше қазақша кілейміз ғой енді. Келдік біздер ендеше, келдік біздер көріскенім, көргенім есені сіздер ай. Кішкентайыдан бір көскен, құрбым едің қыз жігіттей бұралып өсіп сіздер ай. Қыздарда да қыздар бар, жарылмаған қауыздай, жігітте де жігіт бар, тонның ішкі бауындай. Гүл-гүл жайына, күлде ойына, қыз бозбала шағында. Көгірікті ендеше, көгіріктің сабағы көгіріпті ай. Оралыңның барындай, ойнада күл, ойнамаған күлмеген не көріпті ай. Қыздарда да қыздар бар, жарылмаған қауыздай, жігітте де жігіт бар, тонның ішкі бауындай. Гүл-гүл жайына, күлде ойына, қыз бозбала шағында. Гүл-гүл жайына, күлде ойына, қыз бозбала шағында. Қошеметтеріңіз Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бисара Мәкенова. Қадірменді әнсүйер өнерсүйер қауым,
бүгінгі көкше тебірінде дүбірліп өтіп жатқан әншінің мерейтойына қанаттас, тілеулес достары да өздерінің ән шашуларымен келіп отқан жайы бар. Ендеше сахна төріне ару қаламыз, бас қаламыз Астана шаһарынан келіп отырған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рахым қызын шақырамыз. Дәмін сезбей қап кетем тәтті өмірдің. Барлығын сен білесің, білесің сен. Бұл өмір өтіп барат күресумен, бұл өмір өтіп барат тіресумен. Құр қалайын бәрібірмен үлесімнен. Күресе де алмаймын, тіресе де, айтақтатып арамза тілесе де. Күндізгі де бар жақсылық қалап жүрмін. Ақиқатшыл ақ жүрегім білесің бе? Сен әйтеуір жолымнан адастырма, реті болар тартыспен таластыңда. Күндестер ау күңкілдеп күндемеңдер, гүлдемәңгі жатпайды қарастында. Барлығын сен білесің, білесің сен. Бұл өмір өтіп барат күресумен, бұл өмір өтіп барат тіресумен. Құр қалайын бәрібірмен үлесімнен. Күресе де алмаймын, тіресе де, айтақтатып арамза тілесе де. Күндізгі де бар жақсылық қалап жүрмін. Ақиқатшыл ақ жүрегім білесің бе? Барлығын сен білесің, білесің сен. Бұл өмір өтіп барат күресумен, бұл өмір өтіп барат тіресумен. Құр қалайын бәрібірмен үлесімнен. Күресе де алмаймын, тіресе де, айтақтатып арамза тілесе де. Күндізгі де бар жақсылық қалап жүрмін. Ақиқатшыл ақ жүрегім білесің бе? Ақиқатшыл ақ жүрегім білесің бе? Ой, рахмет. Қазақстанның еңбек сіңірген Бисарапамызды шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рахым қызы. Қошеметтеріңіз. Құрбығыздар сырласайық қайдасың, сандуғаштар жасыл бақта сайрасын. Бұлбұл құстай шырқап салған әндерін кім білмейді бұл қазақтың майрасын. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет, парасат ордендерінің иегері, әнші Майра Ілиясова. Хасанғалиевтің әні «Айналдым елім».
жағасы жайлау, даласы көркем, аспаны биік, армансыз өлкем. Жайқалған көңіл жазирада алам, алыстан аңсап келемін. Айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Жайқалған көңіл жазирада алам, алыстан аңсап келемін. Айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Нұрындай күннің гүліндей қырда, сағындым сені, балауса құрбым. Жайқалған көңіл жазирада алам, алыстан аңсап келемін. Айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған ел. Жайқалған көңіл жазирада алам, алыстан аңсап келемін. Айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған ел. Сағындым сені, туған ел. Көп рахмет. Көп рахмет. Әппақ қыздар, әппақ гүлдерін алып келатыр. Ой, қандай адам шықты. Менің курстасым Лескүл. О, керемет қыз. Жаңа кешіріңіздер, Бисараны шығып гүл беріп құттықтап жатыр. Бисара бүгін керемет киім киіп отыр ғой, айтыңыздаршы. 3 рет шықты, қазір одан да керемет бір көйлекпен шығады. Сол көйлектердің дизайнері, өзі тігеді, қызы керемет дизайнер. Осында бар ма Гүлберек? Қайда? Гүлберекке қайда дизайнер? Орныңнан тұрып қойшы қызым, мінекей. Қараңыздар. Астанаға келіп тамаша көйлек тіккізулеріңізге болады. Әжелеріміз, қымбатты қыздар, келіншектер барлықтарыңызды қабылдайды. Бисара ұқсап жарқырап шығып келесіздер. Сұлу шаш деген тамаша, сіңіліме қол соғып қойыңыздар. Рахмет жаным. Үлкен рахмет. Күндігім алады. Гүл. О, енді Бисара туралы айтайын. Бисара екеуміз бір ауылдамыз. 50 жылға жуық доспыз. Кішкентай кезімізден білеміз. Қайрат Байбосынов, Қазақстан Республикасының халық артисі, бір ғасырда бір туатын керемет әнші, жақсы білесіздер ғой. Қайрат Байбосынов дегенде қол соғып қояйық. Кешегі Біржан атамыз, өздеріңізді жақсы білетін Ақан аталарымыз, Үкілі Ыбырай аталарымыз, Майра Валиқызы, Мәди атамыз, Естай атамыз сол кісілердің жолын жалғастырып келетқан домбырамен айтатын мықты әншілер, қазіргі заманның Біржан мен Ақандары,
Қайрат ағамыз, Жәнібек Кәрменов, Ғарифолла Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков, сол кісілердің көзін көрген. Рахмет. Көкшетау халқы әнді сүйеді, халқы әнді бағалайды, әнді жақсы көресіздер. Көп облыстарға барамыз, Көкшетаудың жөні бір бөлек. Ән мен жырға толы. Көрермендер керемет өнерді жақсы көреді. Рахмет сіздерге. Солындай екеуміз бірге бітірдік, Қайрат Байбосыновқа бірге түстік. Біз түскен кезде Жүсіпбек ағаны бір-ақ рет көрдік. Ол кісі ауырып жүр екен, дүниеден озды. Сосын Қайрат аға келіп сабақ берді. Сонда бізге айтатын, осы басқа ұлдарды білмеймін, осы менің екі қызым әлі біраз жерге барады, үлкен әнші болады деген. Сенің аузына Алла салған шығар. Қазір бейсараларыңыз Көкшетаудың туын желбіретіп жүрген тамаша әншілердің бірі. Енді жасын біліп отырсыздар нешеге келгенін. Соның өзінде дауысын көрдіңіздер ғой, қалай сақталған. Ол үшін де қол соғып қоюға болады. Сондықтан Бейсара бірден Көкшетау филармониясына бөлінді. Мен Алматы қаласында қалдым. Өздері бөлді, жан жаққа бізді. Солай содан бері міне екеуміздің жұмымыз жазылған емес. Мен Көкшетауды жақсы білем, Бейсара арқылы деп қояйыншы. Өзім осы сіздердің орталарыңызда жүрген сияқтымын, жақсы көрем, талай концертпен де келдік. Сондықтан Бейсара бар ма екен? Бейсараны шақырғым келеді. Бейсара Макенова. Мен сияқты жылтыр көйлек киіп шықты. Жылтыр көйлек. Бейсараны, кел жақынырақ тұр. Мақтағым кеп тұр, мақтамасам да сіздер жақсы білесіздер. Бейсараның мінезі керемет, салмақты. Жаңа бір тамаша ағамыз айтып отыр, Жабай аға айтып отыр. Бейсара әкімге бір жерлерге енді марапат анау-мынауға барғанда айттым дейді, сен күле берме деп айттым дейді. Бейсара күле береді, ақ көңіл жаным-ау, сол шаршап жүрсе де күледі. Енді қазір мен ойлайым 70 жылдықта ошақтың басшылары, әкімшілік, Жабай ағамыз бастаған қазақтың жақсылары мен жайсаңдары, ортада Айгүл сіңіліміз отыр, өнерді басқаратын кейбіреулеріңізді айта алмай жатсам айып етпеңіздер. Әлі де бір керемет биіктерден көтеріледі деп ойлаймын, және оның жасыратыны жоқ. Айран сұрап келсең, шелегіңді жасырма дейді. 2 бөлмелі үйде тұрады әлі күнге дейін. Мен не болса да айтып кетейін енді. Сол 2 бөлмелі үйді бір 3-4 бөлмеге ауыстырып, суы көтерілетін жерден, тамаша жерден, Жабай аға, Айгүл сіздерге аманат. Аманатқа қиянат ешқашан жасалмайды. Сондықтан Бейсара осы өзінің арманымен талай нәрсені армандаған, сол армандағанның бірі мен ойлаймын кең, әйел адамға бір дем алатын, аяғын созып жататын, қонақ келсе күтіп алатын, тамаша Көкшетаудың сүре еттері мен қазыларын асып тұрып, өздеріңіз дәмді ғой, білесіздер ғой. Барлықтарыңыз соғым сойып алған шығарсыздар. Соғымдарыңыз шүйгін болсын. Сондықтан мен ойлаймын, Бейсара әлі талай сіздердің алдарыңызда ән шырқап, жоғары биіктіктен көрінеді деп. Енді бізде бір тамаша марапатты менен беріп жіберді. Рұқсат болса, Арай да біздің тамаша әнші қыздарымыздың бірі. Астана филармониясында екеуміз әншіміз, менің шәкіртім. Ал енді оқып жіберейік. Бірінші дәрежелі диплом мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауын қоғамға кеңінен насихаттау мақсатында өткен Қазақстан Республикасының құрметті азамат атағымен жеңімпаз атанған, осы конкурсқа түсіп жеңімпаз атанған Бейсара Макенова марапатталады. Және керемет арнайы жазылған марапат куәлігі бар.
және кеудесіне тағылды ма? Тамаша төс белгі. Мен құрмет орденін, парасат орденін алғанда да қуанғам, бірақ Қазақстан Республикасының құрметі азаматы деген атағын мен қаңтар айында алдым. Сонда шын жүрегіммен сол бұрынғы төс белгілерден де мен артық қуандым. Құтты болсын жаным. Ал бейшараларыңыз Қазақстан Республикасының құрметті азаматы. Армандастар, құрдастар, Әсет Бейсеу, поехали! Бір ауылдан түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Тамаша, керемет, қыздар қандай әдемі, қызғалдақтай. Арман қуған, қиял қуған кезім қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзім қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Тамаша, ду-қол шапалақ, сәлеметсіздер. Апатай қалай? Күшті ма? Сіздерге жақын кеп көрдімді дейін сәлем беріп қояйын апаларыма. Тамаша қыздар. Бәрін достар әр тарапқа кеттіңдер ме? Әлде биік асулардан өттіңдер ме? Әлде игі армандарға жеттіңдер ме? Қайдасыңдар, құрдастар? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Замандастар, қарлығаштар қайда екен. Рахмет! Керемет! Қазақстанның Өте иіліп, басымды иіп рахмет айтам, менің бейсушыма келгендеріңіз үшін. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет, парасат Рахмет, ордендерінің иегері Майра Ілиясова. Рахмет! Аман болыңыздар, тек жақсылықта кездесейік. Бәрекелді. Мерейтой Аман баршаңызға болыңыздар. құтты болсын. Сахна төріне бүгінгі мерейлі кештің егесі. Жаңа ғана өздеріңіз куә болдыңыздар. Су жаңа Қазақстанның құрметті азаматы Бисара Мәкенованы шақырамыз. Болат Есмұхановтың әні Арнау. Болат Есімханов.
желдірмесі тұрады, мәди бабам шырқап өткен үш қара, дәстүрлінің мойнындағы тұмары, өнерім менің арысым, ашылады мен тынысым, жүрекке жетер әуенмен, халқымның жаны жылынсын. Сұлу көкше мен өзіңе ғашықпын, жүрсем шекте саған қарай асықтым, қаламның да құрметті азаматымын, өнеріммен талай белді асықпын. Қоныс соқты Мәскеу менен Парижім, Индонезия, Түркияда қалды ізім, дәстүрләнмен қасиетті домбыра, өнердегі орны бөлек жалғызым. Өнерім менің ырысым, ашылады мен тынысым, жүрекке жетер әуенмен, халқымның жаны жылынсын. Еңбек сүйген әншісімін елімнің, нәтижесі аққан маңдай терімдің, кездесерміз әлі талай сіздермен, ізгілері сұлу көкше жерімнің. Айналайын құрметтеген халқымнан, домбырада жаралғандай алтыннан, ән әлемі жан әлемі деп білем, айналайын қазағымның салтынан. Өнерім менің ырысым, ашылады мен тынысым, жүрекке жетер әуенмен, халқымның жаны жылынсын. Өнерім менің ырысым, ашылады мен тынысым, жүрекке жетер әуенмен, халқымның жаны жылынсын. Рахмет, рахмет. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, Бисара Мәкенова. Рахмет, рахмет. Ақжаулық тәжелеріміз қазақтың дәстүрі бойынша міне Рахмет. қуаныш, шаттық, жұғысты болсын деген ниетпен міне шашуларын шашып жатыр. Құтты болсын. Той көкшелі баршаларыңызға құтты болсын. Рахмет, рахмет. Көптен Бүгінгі кеште сіздерге тамаша өнерден шашу шашқан ару қаламыз Астана шаһарынан келген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет парасат ордендерінің иегері Майра Ілиясова. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рахым қызы. қошемет, қошемет. Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясының шығармашылық ұжымдары, Кенжебек Күміспеков атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі мен Гаккуби ансамблі. Көкше сазы триосы. Және де бүгінгі кеш иесі Бисара Мәкенованың ұлы Арман Мәкен. Құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі осындай мерейлі кешке орай Ақмола облысы әкімінің атынан ықылас гүлі. Және де бүгінгі мерейлі мерекеге орай міне Бисара Мәкенова апайымыз бен Майра Ілиясова апайымызға міне інілері, інісі Арман Сертайұлының атынан шоқ гүлдері қабыл алыңыздар. Құрметті өнерсүйер қауым, сахна төріне Ақмола облысы мәдениет басқармасының басшысы, мәдениет саласының үздігі Сабитова Айгүл Баубек қызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, драматург, қоғам қайраткері Жабал Ерғалиұлы ағамыз, Көкшетау қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Шияп Шарапұлы ағаларымызды және де Қазақстанның халық артисі Жібек Бағысов апайымызды сахна төріне шақырамыз.